Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен духовкада пісірілген пирожки жасайтын боламыз. Яғни картоппен жасалынған пирожки жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы айранымызды құйып аламыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған жылы суымызды құямыз. Оның үстіне бір ас қасықтай болатын қантымызды, шай қасықтай болатын тұзымызды және де бір ас қасықтай болатын аштығымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап қосып болып, араластырып болғаннан кейін бір дана жұмыртқамызды салып, және де сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап барлығын біріктіріп, араластыратын боламыз. Ал енді барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде осындай елеуіштен өткізіп салатын боламыз. Барлық ұнды елеуіштен өткізіп, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бастапқы кезде ұнымызды осылай елеуіштен өткізіп, қасықтың көмегімен араластырып отырамыз. Қоймалжың қамырға айналғанға дейін осылай қасықпен араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Достар, бізде қамырымыз жұмсақ болып иленді. Осындай жұмсақ қамыр шығатын болады. Енді осы қамырымыздың бетін осы пищевой пакетпен жауып қоямыз. Кем дегенде 30-40 минуттай ашытып қоямыз. Жылы жерге қойып қоюымыз қажет. Енді табамызға кішкене ғана май құйып, бір дана пиязымызды осылай майдалап турап, сарғыш түске айналғанға дейін қуырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға су құйып, осындай картоптарымызды салып, жақсылап асатын боламыз. Яғни бұл жерде біз пюре жасаймыз және де осы пиязды араластыратын боламыз. Бұл бізде пирожкиміздің ішіне салатын қоспамыз. Картопты асып болдық, одан кейін қуырылған пиязымызды салдық. Дәміне қарай тұз, бұрышты қосып, жақсылап араластырамыз. Яғни бізде бұл жерде картоптарымыз езілуі қажет. Яғни пюре құсатып, картоптарымызды, пияздарымызды біріктіріп, араластырып езетін боламыз. Пирожкиміздің қоспасын дайындап болдық. Енді бізде қамырымыз көтеріліп, жақсы ашыды. Енді осы қамырларды дөңгелек, майда-майда дөңгелек қылып кесіп аламыз. Бір келкі қылып дөңгелектеп кесіп алатын боламыз. Қамырларымызды осылай дөңгелектеп алдық, бір келкі қылып және де оқтаудың көмегімен жайып, арасына картоптарымызды салып, табамызға қойып қоямыз. Осылай барлығын осылай жасап шығамыз. Жұқа етіп, жақсылап жайып аламыз және де жаңағы қоспамызды, картоптарымызды салып, осылай үшбұрыштап түйіп, түйген жағын төменге қаратып қоямыз және де табамызға саламыз.
мінекей достар, біз пирожкиларымызды жасап алдық. Енді осы пирожкиларымыздың үстіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бірге араластырып, осылай пирожкиларымыздың үстіне жағып шығатын боламыз. Және де осы пирожкиларымыздың үстіне жағып болғаннан кейін әр қайсысына пышақтың көмегімен, яғни жолақтар салатын боламыз. 3 жолақ қылып салып, ол бізде міндетті емес, жай әсемдік беріп тұру үшін осылай жасадым мен. Сіздер жасамасаңыздар да болады. Осылай жасап 180 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз, яғни қызарғанға дейін. Мінекей достар, біздің пирожкиларымыз дайын болды. Духовкада пісірілген пирожкиларымыз өте дәмді, әдемі көрінеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір мен сіздерге бір пирожкиді бөліп көрсететін боламын. Осы кезде пирожкиларымыз өте ыстық, жаңа ғана шыққан духовкадан. Қазір мен сіздерге пышақтың көмегімен кесіп көрсететін боламын. Орталары піскен, неқұрлым ортасына қоспасын көп қосыңыздар. Мінекей ішінде көп қоспасы бар, өте ыстық, буы шығып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.